Баршаңызға сәлем, менің есімім Рымбек Қайбиден. Павлодар қаласының ішінде қарттар және мүгедектер үйі деген кішігірім ауыл бар. Ораза айт күндері осы мекеменің есіктері айқара ашылып, қария ата-апаларымыз сырттан меймандар күтеді. Осы мүмкіндікті пайдаланып, мен де оларға айтшылап көруді ұйғардым. Менімен бірге болыңыздар. Mol zavodda, Gormol zavodda 42 yıl жұмыс істеп, сонан пенсияға шықтым беру жасымда. Сақшылық болсын, аман болсын, бейнет көрме. Рахмет апа, рахмет. Айттарыңыз қабыл болсын. Ал ата-әжелер, енді алдымен ораза айт құтты болсын баршамызға. Енді Рамазаннан кейінгі осы ораза айт кезінде қазақта кемінде 40 немесе 70-ге айтшылап кіріп шығу керек деген дәстүр бар. Енді шариғатта ондай нақты белгіленген сан жоқ. Дегенмен мен ең алдымен сіздерге осы киелі шаңыраққа айтшылап келіп отырмын. Айттарыңыз қабыл болсын. Енді мендік мақсат сіздермен қауышып, хал жағдайларыңызды сұрау. Денсаулықтарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Жақсы. Сол, денсаулықтың арқасында ғой. Иншалла. Тамағымыз тоқ, көлігіміз көп, Құдайға шүкір. Таза төсек. Арық емес, Құдайға шүкір. Тамақ тоқ. Тамақтарыңыз тоқ, енді көйлектеріңіз көп екенін көріп тұрмын. Енді мерекеге орай әдеміленіп киініп отырсыздар ғой? Жоқ, өзі күнде жақсы киінеміз. Әдемі бол. Әдемі отырамыз осылай. Күнде? Иә, таза төсек, таза тамақ, енді тазалық түгелі, тонайды. Ондайды көрмеген адамдар да бар шығарады. Шүкір дейсіз Шындығы, ғой? шүкір Құдайға Алла Жақсы болады. Енді өз ауылдарыңызда қандай жаңалық бар осында? Бір ауыз толтырып айтарлықтай не қызық болып жатыр? Мінекей ыңғайдасы бір-екі күннен кейін сайлау, елімізді президентін сайлаймыз. Осы басқа қандай жаңалық бар? Сайлауға барып дауыс бересіздер ме? Біз бармаймыз. Жығылып қаламыз. Осы уақыттарыңызда қандай шаруалармен немесе іспен айналысасыздар? Қандай бір жастардың тілмен айтқанда хоббиларыңыз бар шығар? Шашка ойнайды, қомалақ ойнайды. Мен жұмыс шашка ойнайды. Мен сүгірет саламын, выжиганиемен заниматься етемін. Мен жұмыс істеймін. Шаштарызда. Вокальный группа бар. Наш личный парикмахер. Сіз шаштараз осында, иә? Мұнда швейный цехымыз бар. Мен тұрамын осында. Осында тұрып, осында Тұрамын, осында жұмыс. Спортивный комплекс, галокамера бар. Рима сөйлеп отыр, Римаға сөз бер. Сіз сонда шаштараз ақша аласыз ба шашты? Обязательно. Обязательно. Сіз осы ең баянып жасыз. Снабжаю. зарплата государства платит, она трудоустроена в нашем трудоустроена, да. мекемеде де договорға шартқа тұрған кісі зарплатасын үкімет төлейді, а елді тегін по заявку по требованию. Маникюр, педикюр жасамайсыз ба бұл? Нет. У нас ночью есть больные люди, тяжелые. Удар көтеріп, көмектеседі, сосын Тренажерный залда. оңай емес ол. Сақалдарын қыруға керек. Шаштарым, чтоб они. Іште қалып қойған бір көкейде жүрген бір айтылмай жүрген бір айтар сырларыңыз немесе уәждеріңіз. Міне кезде по требованию автобусға остановка жасанды. Анадан түсіріп кетеді. Мына бәйбіше қалай келеді? Бір остановка, анадан мында келгенше бір остановка. Одан да. Ана жерде түсетін болса міне, осының көбіне какая. Ана кісіге жалынсақ тоқтамайды ағылып. Ана жақтан контролдан түседі.
Biz orada kim aytkamız? Oyna deputat saylangancha, ya dedi ауыл отыр қалды. Сол жердегі қолдарынан келмейді. Бірақ видите, Новоевский, мынау опекаемыздың атынан біреу болмаса біреу сондай жазып келмей кетті. Баршаларыңызбен сөйлесіп үлгерейін енді. Ата, сіздің есіміңіз кім болады? Амангелді. Амангелді ата, енді айтсаңыз, жаңағы жастық шағыңызды айтып жатсыз. Егер де мынау уақытта кері шегеретіндей бір мүмкіндік болса, онда қандай бір амал шара қолданатын Мен дом пионерге барып жүрдім. Сонда сүгірет салып, нетіп жүргенде бір әйел журналист Алматыдан. Ол көрді де, ойбай, мына баланы біз алып кетеміз. Әкей болмай жібермейді, кішкентай жоғалып кетеді, мынау босқын жіберген жоқ. Жіберсе дейін, может мен мында отырмас едім. Соны айтқым келді. Сонда сіз суретші болдыңыз, иә? Міне мына көз Ол кісі қазір да сурет салады. Ой, қандай керемет, бұл сіздің салған өз қолыңыз салған сурет, сіздің туындыларыңыз. ана жақта да не қарамаға. Жеке бөлмелер бар. Менікі, анау. Бұл Экспо 2017-ге, иә? Ар жақтағы бұл Алматы ғой, иә? Просто Алматының бір силуэті. Алматының силуэті. Өздерінің жеке бөлмелері бар. Бірінен салған. Творческая мастерская бар. Керемет. Үш кісіміз. Сізге суретке тапсырыс беруге бола ма да? Білмеймін. Мен қазір портрет. Енді апаңыз шаштарыңыз өзінше ақша тауып жатыр. Сізді енді сурет салып біраз. Жоқ, мен портретті қазір салып жүрмін. Портрет, кісілер портреттен, да? Смешанный, екі біз үш кісі. Ну қазір что-то настроение жоқ, аса бармайды. Амангелді. Қазір ол кісі вокальный хорына қойып, өлең айтып отыр. Концерт Он рисовал на доске, я выжигаю. Вышивки делаю. Neler tanıyımız, Вышиваю. Все это на Балалар бәрі өнері. Укашиваю. Өткендайлар өлең де айтады. Айман Футболны. Ата-апаларымыз айтпай отырған бір қызықты бір жайттар мен жаңалықтар бар ма? Әлі тілінің ұшында тұрған, мысалы. Біреу. Қызықты истории такие, хорошие памятные истории. Я скажу из того, что я помню, из того, что я знаю, наслышана. Вот ежегодно, сейчас летний период начался, у нас внутренние турниры мы, например, на рыбалку выезжаем. Будет у нас рыбалка. Ездили на рыбалку? На пароходе. Ага, у нас будет рыбалка. Потом еще внутренние мы в этом году, например, чтобы стимулировать наших бабушек, дедушек, огород посадили. Теперь на лучшего агронома мы хотим объявить к осени. Такое звание у нас. Алтай Бергенов деген Олжабай деген кісі, он инвалид, колясочник. А сколько соток? Ой, 15 соток. 15? Нет, 10 соток. 10 соток огорода, 10 соток огорода. Огромный огород. Огромный, да. Большую часть 5 соток под картофель пустили, остальные на другие огурцы, помидоры. Сіздерге қонаққа келуге бола ма? Обязательно келіңіз. Алмамыз да, смородинамыз да, түгелі бар. Мынау қарақат, иә? Қарақат. Қара-қарақат, иә? Иә, қара-қарақат да. Мына неде агуршық салынды, помидор, түгел саласы. Жылда салады. Яблоки, груши. Да, да. Енді осы айт уақытында, айт күндері, мұсылман бауырлар, мұсылман ағайын жалпы, бір-бірін, егер де бір-біріне деген өкпесі болса, соны кешіру керек деп айтып жатады. Сіздердің бұлай біреу-біреуге бір өкпелеріңіз, реніштеріңіз бар ма, болса кешірдіңіздер ме? Сол жағын білейік деп еді. Қалқам, Ондай бізде. оны мен айтайын. Бүгін таңертең келіп айтқан қабыл болсын деп, мына кісіні құшақтап едім. Мына кісі долаттады. Енді мен айтқан қабыл болсын деді де кетті. Үйреніп қалдым. Немене жылайды деп отырсың ба? Енді сіз бір бойжеткен қыз деп қырындаған тұрмыз ғой, жігіт ретінде. Өзім білмеймін, әлі сау болғым келмейді. Мына мұтынды басылғанда айтам ана қыздарыма. Мына 70-80-дегі қыздар, мына сүйетін болса, ауыздарын жыбырлатпасын, мына көтергіш. Ертейін енді. Мен ешкімге де өкпелемін. Реніш болған енді оразада айтта кешірім сұрау керек қой. Кешірімін сұрап, кешіріңіз. Мен жаспын ғой, сіз үлкен ғой деп сұрадық енді, бір Алланың үстінде жүрміз ғой. Мен солай сұрадым бір кісіден, шындық айтып жатырмын.
таңертең ерте тұрып алдым да бір кісі ана кісіден апа артық айтсам кешіріңіз. Мен жаспын ғой сізден кішкене 10 жас болса да. Кешірім сұрадым. Бұл кісі енді кешіріп, кәмбитін беріп, айтын қабыл болсын деп қуанып, үстімнен бір ауыр жүк түскендей болды. Рас қой, шындық айтып отырсың. Жоқ, рас. Мына Тамарада 3 жас менен үлкен. Сосын мен таңертең репетицияда кешірім сұрадым. Тамара саған ауыр сөз айтқан жоқ па деп. Кешірді. Айт мерекелерін жылда тойлап жүрсіздер ме? Міне айтып отырмын ғой, мына неде біздің мына осы мына опекаемый бірінші қабат деп отырмын ғой. Айтпайтын болса, әркім өзінің үйінде шақырып, міне мына бәйбішеде, мына кісіде, айттың шайын істеп, міне аман келді. Бір-бірімізге барып, мынандай жиналыс. Мұны бәріне Бірінші рет қойын, Енді бұрындары болған шығар сонда? Болған. Дәстүр біраз үзіліп қалды. Ана кісі мені мінекей 2 қабат шақырды. Әй балам, мен келгені су болды, бірінші қабаты отырып қалды. Енді ол үшін осы мекеменің басшылығына рахмет айту керек шығар, е? Рахмет айтып отырмыз. Сеніп отырмыз тура. Айтып отырмыз. Рахмет айтып отырмыз. Бақытты болсын, жұмысы жеміс. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып мен де рахметімді айтайын. Осындай дастархан жайып, сіздермен қауышуға мүмкіндік берген, осыны ұйымдастырған басшылыққа көптен көп рахмет. Айттарға ұлы болсын. Енді бағана айтқандай қазақтың дәстүрі бойынша кемінде 40 немесе 70 үйге барып айтшылап кету керек екен. Баталарыңызды берсеңіздер, мен ары қарай жол жүрейін, айтшылайын. Мен енді бұл батаны Айманға арнаймын. Осы мекеменің басшысына енді өзіңіз білесіз. Альхамдулиллахи раббил аламин. Айман шырағым, қандай жақсы қыласың, аман болсын отбасың. Біз берейік қол жайып бұрынғының батасын. О Тәңірім оңдасын, әруақтар қолдасын. Маңдайыңнан бақ кетпесін, таңдайыңнан ақ кетпесін. Досын күліп, дұшпанын табалап, көбісінде сағынсын басын. Үлкенің ақылшы болсын, жақсы кісі көмекші болсын. Мынау беріп жатқан ораза шайың қамыл болсын. Балаңның, жанұяңның дені сау, жұмысыңда жемісті бол, не тілесең де тілегің қабыл болсын, көзге жас, көкірекке қайғы алғыз басын. Дініміз қуатты болсын, күніміз шуақты болсын, жастарымыз аман болсын, етегіміз түрілмей, қабырғамыз сөгілмей, амандықпенен ендігі айтты көруге жасын. Сіздердің жастарыңыз ұзақ болсын. Әмин, сәл бақытты бол. Келесі оразада, келесі айтта амандықпен жүздесейік. Сау болыңыздар. Мінекей ата-апаларымыз арқа-жарқа болып, әңгіме соғып, көңілді өмір кешуде. Бұл жерде өмір тоқталмайды, керісінше жаңа өмір бастап жатқандар көп. Осы мекемеде ата-апаларымыздың көңілі жарасып, 20-дай жұп отау құрған екен. Енді осы видеоблогымның басында айтып өткенімдей, Павлодардың ішінде Қарттар үйі деген ауыл бар. Жолай өткен кезде соқпай кетпеңіздер ағайын. Қалдарын біліп тұрайық, назарсыз қалдырмайық. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден және видеограф Асхат Аманбеков. Амандықпен жүздескенше.